Ben hazır Muhtar Əvəzov bir qoca gelip men sizin tuxumunuz depti. Kimisi dese o peygamberlik asından bir qocаны aytıptı. Sonunda Muhtar Əvəzov akıldı koy. Neşe atadan qoşulasın depti. Ana bir adam korkan sandı aytıptı. Ay şırağım depti Muhtar Əvəzov. 100 yılda ışık ata koy depti. 100 yılda ışık ata şırağım. 33'te balan bulat. 66'da nemeren bulat. 99'da özün ketesin. Sonra ışık ata. Nemere körüp üylendir alsan eğer. Sonunda 100 yılda ışık ata olsa 700 yılda 21 ata bulat. Kuda 1000 yıldık degen 40 ata bulat eken 1000 yılda. Ben özellikle tan kalatım da sonduktan atalardı sanagan kezdeye, atanın sanagan kezdeye Koğratlar 1600-1700 demeu gerek. Kadimgi 1700 Ablayxan'ın soğusunda kalmaklar kegeni sürgü. Kelge bu kelimet aytmadı jigitler. Son tarihin arasına жазу gerek. Son men yerde 100 yıldan keyin bari setkende keyin aman ise Kuday'ın halı dilligine şuvar suga kelgenler şımorgan degende bilmeytin balдар payda болады. Kim göçüp geldi dep şımorgandan kelip ösürge jayga açıp atkanda adamlar kıynalıp atkanda köptegen kişiler осы жердің үлкен ауылдың балдары биік ақырдан жем жегендер кімдер мына өзбектер деген. Сонда жазылған өлең. Бұл ешқандай ұру бөлу емес. Кім келді? Байлар келді, жандар келді. Қарадан төрге шыққан қандар келді. Ақтылы ғой алалы жылқыларын алдына сап алғилар айдай келді. Қара көсе түйелей қабырғалы ақ түйесін соям деп байлай келді. Ақ түйенің қарны жарылған соң тоқ бала домбыра алып сайрай келді. Мырза ел ораз келді, шүлем пазым қамқорлықпен қауымын ойлай келді. Құлшығаш қуаныштан бас айналып ат арытып араға қонбай келді. Көлеген қожа саңғыл ошақтылар бөлінбеймін елден деп қалмай келді. Қадаған шыбықтарым солқылдасын, қазаққа уықпын деп солмай келді. Жерінде қазағымның кептірем деп жаялығын әлелер жаймай келді. Аз қазаққа қосылсаң көпті ұмытпа, аптықпай аласырмай жай келді. Қаймағы бұзылмаған иманды ел, қасығы тік тұратын балдай келді. Көп қазаққа қосылсаң азды ұмытпа, дейтұғын атам сөзі айдай келді. Ал қазағым дайындал, осы ауылдың қазақтары. Елулікке жігіті қыз, қызы төр сайлай келді. Сондықтан құда болып кетті, араласып кетті. Енді 100 жылдан кейін бүйер біздікі деп айта беретін әңгіме болып қалай депті. Тура сондай болып тұр бұл жерде. Құдайға шүкір біздің Мәлік Әбілдаев деген ағам айтқан, сендердің жаңа деп жүргендерің ұмытып қалған ескілеріміз ғой деп. Сондықтан бұл ұмытылған ескіміз ғана. Құдайға мың шүкір. Енді Оразгелді деген дастаным бар еді, оны оқысам, мына серік жалынып тұр. Сондықтан серік бұлай аманат деп атсыңдар ғой. Майлы қожа Шыңғорғанға барған, Құрманәліні мақтаған, көп әңгіме айтқан, бірақ Майлы қожа тірі емес қой енді. Тірі Майлы қожа мен тұрмын. Бірақ менің осы өлеңдерімді бір Оразгелдінің баласы терме қылып айтпайды. Неге айтпайды? Мұхали айтпақшы, бір өліп берсем бәрі сыйлайтын шығар деп. Сондықтан мына Оразгелді бар, басқа бар, көптеген 5-6 өлеңдерімді оқымай жұрттың мазасын алмай сізге берейін. Сөйтіп сіз аманат, ақын болсаң домбыралда сайра, еркек болсаң білмейсің, мінбейсің атқа неге, ақын болсаң айтпайсың жатқа неге. Қазақтың қайсы бірін түсініп ең, қалада сарсы үшкен қатпа неме деген. Тұра тұр, сонымен болды. Жоқ, біткен. Содан кейін аяқтайын, болды. Айтайын дегенім, Асқар Сүлейменов деген жазушы болды, қожа. Қырсық еді, мұрны қисық еді. Сол кісі айтатын, боза арақ емес, қожа қазақ емес. Сендерде Абай деген осырақ салдан басқа ешкім жоқ дейтін еді. Сондықтан адам маймылдан жаралды деген Дарвиннен кейін қазақтар шықты, орыстармен қосылып. Қазақ баран, қой деп. Асқар Сүлейменов айтатын, мен жылқыдан жаралғам. Точно айғырдан туылған деп. Неге? Айғыр алыста тұрса бір-біріне кісінейді, жақын тұрса тебіседі. Ағайындар тебіспейік. Түркияда, түрік тілінде Алаш халықаралық сыйлығын берді маған. Сөйтіп Алматыға хат жазып, мына бір қазақтың өлеңі жақсы деп.
Polşadan kat geldi, unutmaydı maqtagan. Soндықтан meni әйтеуір көріп тұрыңдар, баяғы bir масақын айтқан екен, мені ұстап басай деп. Ал енді рахмет, айналайын халқым, аман болыңыздар, қуаныштымын. Бірақ менің шежіремнен көшіріп жатқан Борабайдың кітаптары аман болсын. Ал арасында қойдың егесін айтып қойыңдар. Осыны айтпасам болмай қалды. Бірақ сөз айтайын болды бітемін. Шежіре, Қоңырат шежірестен кітапты жаңа Горбачев босатқан кезде 89 жылы қорқып шығарғанбыз. Ол кезде қамап қоятын еді. Сол Қоңырат шежіресі 50 мың данамен мен шығарғам. Соны қазір көшіріп жатыр. Енді Қайырназар Ақсақалдан сұрадым 96-та. Ай жігітім, ай бұл кітап ұрланғандай болады бұл. Шежіренің бәрін ұрлап жатыр ғой. Ән ұрланғандай болады. Қой ұрлаған белгілер. Құдай бергендер қойды ұрлаған бізде. Бірақ оны жеп қойған. Соны тау ұрлаған, оның бәрі есінде. Балалық кез. Сонда бүйтті маған. Бұрынғы ұрылар мәрт болған деді. Қойды алып кеді дегенде мешітке барып айта деген. Құдам кеп қалып, пәленшенің қойын сойып жедім. Масқара семіз екен, қолы дәрт көрмесін рахмет дейді екен. Сонда анау келесі жұмада қойдың егесі барып, ұрыны кештім демесе, қой қырылып қалады екен. Сондықтан менен ұрлай беріңдер, алмамыз көп. Жазуымды ұрлай беріңдер, бірақ атын айтып қойсаңдар қойдың егесінің. Жақсы. Бәрекелді, рахмет көке. Ниеттеріңізді Алла қабыл